Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында ресторандағыдай лимонад дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі барбадос сироптары, кез келген түрін пайдалана берсеңіздер болады. Түрлері өте көп. Менде малина, лайм түрі, спрайт, сарыағаш керек, мята, апельсин, киви және құлпынай. Менде замороженный құлпынай. Жемістерді дәл видеодағыдай турап шығамыз. Ең алдымен мятамызды салып шығамыз. Бірінші графинде құлпынай мен апельсиннен жасадым, екіншісінде киви мен апельсиннен жасадым. Кез келген жемісті қоса берсеңіздер болады, барлығы өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Барлығын салып болғаннан кейін сироп қосамыз. Менде малина сиропын қостым бірінші графинге. Сироптың мөлшерін шамалап қосасыздар. Егерде тәттілігі аз болатын болса, көбірек қоса берсеңіздер болады. Екіншісіне лайм сиропын қостым. Содан кейін спрайт қосамыз. Менде үлкен көлемде графин болғандықтан 1 литр спрайт қостым. Содан кейін сарыағаш қосамыз. 1:1 пропорцияда қойдым. 1 литр спрайт, 1 литр сарыағаш. Немесе спрайтын азырақ құйып, сарыағашын көбірек құйсаңыздар болады. Және де екінші түрін дайындаймыз. Дәл сол процесті қайталаймыз. Бірінші спрайт құйып, артынан сарыағаш құямыз. Егерде тәттілігі азырақ болатын болса, сиробын көбірек қосаңыздар болады. Ең соңында қасықпен араластыруды ұмытпаймыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын!